Сәлем, бұл Технодом Каз. Адамның денсаулығына тамақ пен судан бөлек ауа да өте маңызды. Біз күніне 14 килограммға дейін ауаны кеудемізге аламыз. Бұл тек жай қалыпта ғана. Ал егер физикалық қозғалыста болсақ, одан да көп. Лас ауа адам денсаулығы үшін әлемдегі ең ірі экологиялық қауіп. Тыныс алу, эндокриндік жүйе аурулары, қан аурулары, қатерлі ісік және бронх демікпесі бұның бәрі осы ауаның әсерінен орын алады. Мысалы, Алматы қаласы Қазақстандағы ауасы ластанған қалалардың көшін бастап тұр. Тіпті Алматының үстіндегі қара түндіктің суреті The Guardian'стың тұншыққан планетаның бір күні мақаласында жарияланды. Материалда журналист Крис Майкл әлемдегі ең лас қалалардың фотосуреттерін іріктеп алған. Иә, бұндай көңіл-күй түсіретін жағдайды біз тек көпшілікпен шеше аламыз. Бірақ әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан алдарыңызда Panasonic FVX-R50RN ауа тазартқышы тұр. Ол ауаны тек тазартып қоймай, ылғалдандырады. Сондықтан аллергиктер немесе үйлерінде кішкентай балдары бар адамдарға бірден ұнайды. Ауа тазартқыштардың тарихына тоқталсақ, ең бірінші бұндай тәжірибе шахтерлерде болған. 1850 жылдары олар ағаштың көмірінен жасалған маскалар киген. Әрине бұндай маска шаң тозаңдардан және уытты элементтерден қорғаған. Одан кейін Екінші дүниежүзілік соғысында солдаттарды атом радиациясынан қорғау үшін HEPA технологиясын қолдана бастады. HEPA ауадағы зиянды бөлшектерді жоюмен айналысады. Қазіргі таңда кез келген ауа тазартқыш пен ылғалдандырғышта осы HEPA технологиясы қолданылады. Адам баласы қашаннан бері лас ауамен күресіп келеді. Мысалы, ежелгі гректер және мысырлықтар белгілі бір өсімдіктерді отпен жағып, бөлмелерін тазартқан. Мысалы, біздің ата-бабаларымыз адыраспанды жағып, немесе ауа таза болсын деп жусанды іліп қояды. Сондықтан бұл бізге баяғыдан келе жатқан үрдіс. Басты артықшылығы: нано-и арқасында сіз бактериялар, вирустар және аллергендерді бірден жоясыз. Оған қоса Econavi системасы сіздің электроэнергияңызды 50%-ға дейін үнемдейді. Ал қорытындылай келе, Panasonic'тың барлық фильтрлері 10 жылға дейін жұмыс атқарады. Сыртқы панелінде LED жарықтары орнатылған. Түнгі режимде оны сөндіре аласыз. Алдыңғы қақпағын ашсаңыз, үлкен фильтрлерді көруге болады. Фильтрлерге де күтім керек, ұмытпаймыз. Алдыңғы бөлігіндегі екі фильтрді шаңсорғыш арқылы тазарта аласыз. Ал мүмкіндігіңіз болса, жаңасын алған дұрыс. Оған қоса классикалық дизайнның арқасында үйіңіздің кез келген бөлігіне қоя аласыз. Бұл модельдің үш түсі бар: қара, ақ және алтын түстес. Су резервуары тұратын жағында тағы бір фильтрі бар. Ол да 10 жыл көлемінде қызмет ете алады. Бірақ айына бір рет таза сумен жуып тұрсаңыз артық етпейді. Жоғарғы жағында мәзірі қойылған. Бұл жерде ауа тазартқыштың жылдамдығын қойып, тазарту түрін, ылғалдандыруды таңдай аласыз. Әсіресе осындай үлкен құрылғы энергия қуатын көп жейді. Әрине, бұнда үлкен құрылғы көп электр энергиясын жейді. Бірақ алдында айта кеткендей, Econavi системасы сіздің электроэнергия қуатын 2 есеге дейін үнемдейді. Өте ыңғайлы. Оған қоса сіз балалардан қорғау системасын қоса аласыз. Жалпы айтқанда мәзірі өте оңай, түсінікті, ыңғайлы. Ал мұның фильтрлері туралы әңгіме қозғасақ, жасыл шайдың сығындысы мен антибактериялық энзимамның арқасында 99.9%-ға дейін бактериялар мен вирустарды өлтіреді. Карбон жағымды иіс беретін көмір фильтрі. Белсендірілген көмір жағымсыз иістермен күреседі. Мысалы, темекі, тамақ, үй жануарлары және одан да басқа жағымсыз иістерді қамтиды. Нано-и терінің ылғалын сақтайды. Адам терісінің шынайы ылғалын қамтамасыз етеді. Кейбір мамандар Panasonic'тың осы техникасы коронавирусты да жоя алады деген тұжырымға келген. Ауыр бөлшектері бар лас ауа құрылғының астыңғы бөлігінен кіретін болса, ал кішкентай әрі жеңіл бөлшектері шеткі панелінен кіреді. Тазарған әрі ылғалдандырылған ауа жоғарғы желбезегінен шығады. Ал бұның бағасы 239.990 теңге. Достар, өз денсаулығыңызға бұндай ақшаны үнемдеп керек емес. Сіздің өкпеңізден бастап теріңізге дейін жақсы әсерін тигізеді. Сондықтан сілтеме арқылы тапсырыс беріп, немесе Технодомның кез келген дүкенінен ала аласыз. Ал сіздермен болған Технодом Каз, вирустардан аман болайық, ауырмаңыздар.